Сәлем достар, бізде бүгін наурыздық сыйлықтарға распаковка жасайтын боламыз. Және де бірінші мен үлкен заттан бастайын деп шештім. Ол әрине мына зонтик. Мама 8 мартқа әкеп берді. Мен Куроми деген енді қатты жақсы көрем. Сол үшін мен Куроми заказ бердім. Қазір осыны ашатын боламын. Ойбай. Шаш кеткендеріңіздер бар шығар. Міне, мынау. Және де енді екінші үлкен затымыз мінекей. Бұл косметика 8 мартта. Бұл мынандай. Мен үшін сәл құртып алдым енді. Кешіріңіздер. Бірақ ештеңе де етпейді. Бар болғаны, бар болса бұл. Мынау неге жабылмай қалды? Осы бәлесі құрту керекті көрейді. Мамам айтты, косметикаңды тез-тез бітірші, бетіңді құртат дейді. Сосын мен тез-тез бітіргім келмейді. Және де бұның ішіне мынандай зат қосып қойғам. Осын мен бет бояу үшін мамамнан алып алдым. Сосын енді үлкен бір затымыз. Ол әрине мынау. Мінекей. Бұл менің құрбым берді, Айролды деген, бірақ көшедегі бір құрбым берді. Міне, мынандай моншақ бердім. Осыны моншақ беріп жіберген олмағыз. Сөйттім. Және де маған екінші зат мынау әрине. Міне. Осындай білезік, сосын неки мынандай көрініп атқан шығар енді. Осындай білезік, міне. Сап қоятын. Бұл әрине 8 марттық. Біздің 3-ші А сынып Келтай Сәрсенбеков атындағы орта мектептерінің 3-ші А сынып оқушыларымыз. Мен 3-ші А сынып оқушысымын, және де 3-ші А сынып оқушылары көріп отқандарыңыз бар болса, Келтай Сәрсенбеков атындағы орта мектебінің солар көрсе, бұл заттар бар болу керек 8 марттық. Бірақ зонтик емес. Мектепте ұлдар берген косметика жағынағы мынау. Мынаны маған әрине құрбым берді. Оның әпкесі жасап, және де маған осындай беріп жіберді. Мына ерін өзім құртып алдым, бір нәрсе алып. Білмеймін, әйтеуір өзімен өзі құртып қойып. Мынаның иісі бар. Короче, андай тюльпан бар ғой, соның иісі сияқты, дәл соның иісі сияқты. Немесе кейде бір духилар болады ғой, сол сияқты да. Мына жүрек фломастермен жасаған. Бұндай жасау оңайрақтау. Бірақ оңай дегеніңізбен кейде қиындау болып кетеді. Бірақ мен соткам пайызы бітіп атқанымен сосын ете салдым, зарядкаға қойып атырмын. Менде нетіп қалды жаңа. Бір нәрсе болып қалды. Короче, зарядкам 5 деп шығып кетті да. Зарядкадан қойып отырмын. Сосын келесі зат бізде мынау смартысы. Бұны апам алып берді 8 мартқа, және де керемет болды. Бұның тағы да бір демені бар, ол сұр түсті. Бірақ оның коробкасын әйтеуір қайда қойғанымды білмеймін. Сосын смартисыйды ғана түсіре салдым. Сосын 40-нан алған мынандай білезік. Және де біздің заттар бітті. Енді сіздерге көрсетейін. Бұлайынан кетіп алып, алтысын көрсетейінші. Әйтпесе түн кетіп жатырмын. Міне бұлайына қойыласың. Мынаны да қарай қоя салайын. Міне, өсі. Енді бізде мынау білезік. Міне, мынандай. Не болады? Слайдер зат. Мынау, короче, бір жерге бұлайынан клейлеп па іліп қойысың, немесе артына скотч жабыстырасың да бұлайынан іліп қоясың ғой. Міне осындай. Мен бұны төсегімнің астына тығам әдейі.
Ну, потому что айнisa құртып тастайды. Міне, осы екеуі. Және косметика. Бұл мен тырнақ бояйтын мынандай. Міне, осындай бар. Және де соның көк светі. Міне. Блин, салынбай қалған. Мамай осындайды салынбай қалған. Өстіп салынды. Өстіп қалды. Мынандай бір бәле кіріп кетті әйтеуір үстіне. Өзімен өзі кіріп кеткен ғой. Ну, мынау не бет бояйтын. Мынандай жылтырлар сәл-пәл құртып алдым. Ну, ештеңе де етпейді. Мынау көз бояйтын және оның фиолетовые. Міне. Мынау маникюр жасайды. Және оның саусаққа қоятындары. Саусағыңды мына тесіктеріне тығып аласың да, потом мына маникюрмен жасайсың. Кейде тырнақ бояуға да болады. Бұл тырнақтың заттары әрине. Ал сосын мынандай не? Помада. Бұл әсіресе көп нәрсені қытайлар шығарады. Және қытайлар осы көп нәрсені шығарып, және дамып кеткен мемлекетті. Осы сосын да көрсетіп Мен өтіп те таққанды еске салайын жарайды. Міне, бұлайын. Кейде бұлайын. Не бүйтіп тауып аласың өтіріктен. Не мынауым? Әдейі мынаған салып жүрмін, бұл лапкидің қабы, о негізі. Лапкиның қабын бере салыңыз ма? Лапки болса егер қабы жоқ, соған осылай беріп салыңыз. Мұны смарт кесе, бұны тауы сәл қиынырақ болады. Сосын шешіп отыру керек. Бұны да таға салайын сіздерге көрсету үшін әдейі. Ойбай, не болып қалды мынау? Ой, қазір мынау не болып қалды? Бұлайын. Қазір жасайын. Мынау бәле де етіп болды соншалықты. Осындай бәлелер кейде ұнамай қалады шығарсын. Сіздерге де бірақ маған кейде ұнайды, кейде ұнамайды. Осындай бәлелер. Олар бұзық бәле. Міне осылай тауып шешіп тастайыншы. Мынаны әрең тақтық қой соншалықты нетіп. Ұзақ уақыт келтіріп, енді соңғы зат қалды. Ол міне осы. Ой. Қазір мынау қойын. Негізі менің мынаның ішінде кофта бар, оны көрсетейін сіздерге. Сол үшін үстінен мұздап кеткен. Әйтеуір мына орамал қимай ұстап алдым да.
Да, оны жеңгем мамама берген ғой. Сосын осыны алып алам ол мамадан. Қазір не етем? Мен мынандай кофта киіп жүргенмін. Ал қазір бүйтіп тауып алып жүрмін әдейі. Себебі кейде жаураймын. Но менің тісім кеше видео түсірейін дедім, бірақ мен тісім қақсады. Сол үшін түсіре алмадым. Менің арнама және де подписчигім болып, тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, бәрін басып кетіңіздер. Видео ұнаса, обязательно лайк, комментарий, лайк. Сосын тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Бізбен болған Хадиша Марданқызы каналы.